Бала кезде анашым бүгін қысқа банка жабамыз десе үйден зытып тұрып қашатынмын. Ойбай, ол кездегі банканы айта алмаймын енді. Үйде көпшілік болғасын, үлкен тойдың қазанында помидорды қайнатады, банканы жуа бересің, помидорды кесе бересің. Ол аздай барлық заттарын қолмен айналдыратын мясорубкадегі ешек болып өткізесің ғой. Содан болар көңілім қалып кеткен, мүлде банка жаппаймын. Бір ғана зат жабамын. Тамақтарға мощный кететін, жеген сайын жегін келетін андай бір соустың рецептімен бөлісіп қояйын. Алдымен қып-қызыл пісіп шыққан етті тәтті помидорды мясорубкадан өткіземіз. Мөлшерлерінің барлығын төменде жазып қойдым, қыздар. Ет тартқышыңыз менікі сияқты болса, оп-оңай. Қолды айналдырып отыратын болсаңыз, өкінішке орай. Ендеше 8 кг помидорды бар жоғы 5-ақ минутта зырылдатып өткізіп аламыз. Ал сарымсақты ет тартқыштың ұсақ тісінен шығарып аламыз. Көбінде бар, бірақ бәрі біле бермейтін ет тартқыштың осындай 3 түрлі тісі болады. Біріншісінен көбіне ірі етті өткіземіз және помидорды осымен өткіземіз. Ал екіншісімен көбіне котлетке арналған фарш өткіземіз. Ал үшінші тісі өте ұсақ шығаратын болғандықтан біздің соусқа дәл келеді. Сарымсақты, ащы бұрышты және хрен тамырын дәл осы ұсақ тісінен өткіземіз. Енді өткізілген помидорымызға алдымен осы сарымсақты, дәміне қарай тұзды, ең соңында соусымыз ашып-быжып баклажкасымен қоса аспанға ракета болып ұшпас үшін осындай аспирин қышқылын қосамыз. Енді жақсылап тұрып араластырамыз да 2 күнге бөлме жылуында қалдырамыз. Сосын дайын соустың барлығын жап-жаңа осындай баклажкаларға құямыз да қыстың күні палау мантылармен ұсынғанға алып қоямыз. Айтқанымдай оп-оңай. Оны оңайлатқан сіздің ет тартқышыңыз қандай деген сұрақпен толтырмас үшін оны да бір көрсете кетейін. Бұны мен Каспийден алғанмын. Ішінде неше түрлі насадкасы бар. Как раз банканың сезонында қажет болады. Қияр, капуста, болгарский барлығын мына бір насадкасымен түрлі-түрлі етіп ұсақтап береді. Тіпті шұжық жасайтын, жемістердің соғын бөлек, мияктын бөлек жасайтын насадкаларын да қосып береді. Қажет болса төменде артикулымен қоса мына соустың рецептінде